Қолымнан ұста. Не деп тұрсыз, апа? Жеңгеңе үйлен деймісіз? Тоқта, балам, тоқта, бірден бас тартпа. Маған бұлай деуге қалай дәтіңіз барды? Тыңдаңыз, бұл мүмкін емес, ешқашан олай болмайды. Сені де түсінем, Каран, Бірақ дей бермеңіз. Мен бұл туралы сөйлескім келмейді. Қазір маған ашуланып тұрсың, бірақ мұны өзіңде жақсы білесің. Мұның қажет екенін білесің. Қажет пе? Иә, кім екеніңді есіңе түсірсең, айтқанымды жөн көресің. Сен Челик хансың. Челик хандар салт дәстүр, жөн жоралғыдан аттамайды. Әулетіміз содан күш алады, білесің ғой. Бұл қандай күш, апа? Түсінбедім. Мен енді ағамның әйелімен, жеңгеммен қалай некелесем? Бұлай болмайды. Балам, бұл тек саған қатысты мәселе емес. Бұл әулетіміздің мәселесі. Бізді мықты қылған нәрсе салтымыз. Апа, бұл заманда әлі салт ұстанамыз ба? Ағамды күні кеше жерледік. Маған бұлай деп тұрғаныңыз не? Түсінсем бұйырмасын. Балам! Анашым, тыңдаңыз. Жеңгеме бола уайымдап жүрсіз. Сізді түсінем. Бірақ уайымдамаңыз. Мен бәрін де түсінем. Бұл әулеттің әр мүшесін қалай бақсам, жеңгемді де бағам. Бұған еш уақытта күмәніңіз болмасын. Уайымдамаңыз. Мен бұл әулет үшін ойланбастан жанымды берем. Кейде өлімді емес, өмірді таңдау керек. Бұл әулетті қорғағың келсе, үйленуге мәжбүрсің, Каран. Жоқ, апа, басқа малы болуы тиіс. Басқа тәсілі болуы тиіс. Мұның басқа малы болуы тиіс. Әрі, мұны жеңгемде қаламайды. Шешім қабылдауға Семаның да, сенің де хақың жоқ. Салтымыз белгілі. Енді мен соңғы сөзімді айттым. Салтымыз не бұйырса, сол болады. Біз ақмақпыз. Саған сендік. Сен тағылуы тиіс қолыңа қына жақпақшы болдық. Фу, ятсыз. Жоғал. Мен ештеңе істемедім. Кет қане. Кет. Мехмет. Жоғал. Мен ештеңе істеген жоқпын. Мен ештеңе істеген жоқпын ғой. Қараңдар, көріңдер. Бұл ауданда кіммен тұрып жатқанымызға қараңдар. Тәрбиесіз. Мұнда қайбетіңнен келдің, Құдайдың өзі құтқарды. Арсыз. Мен ештеңе істемедім. Мехмет, ұялмай мұнда келіпті ғой, жоғал. Жарайды. Тәрбиесіз. Мен ештеңе істемедім. Надан Бұл неме. жерге қайбетіңмен келдің, а? Тәрбиесіз, надан. Құдайдың көмегімен ұлымды наурудан әрең құтқардым. Жоғалт көзіңді, енді жолама. Арсыз екен. Есік терезелеріңді мықтап жауып жүріңдер. Жарайды, болды. Аса сақ болыңдар. Кет бұл жерден, жоғал. Мехмет. Арсыз. Болды, жарайды. Кет. Арсыз неме? Көзіңді жоғалт. Ендігәрі бұл жерге жолаушы да болма. Оқтың ба? Арсыз Болды, неме? қойыңдар. Кет. Арсыз. Көзіңді құрт. Жоғал. Жүр, балам. Жүре ғой. Жүр. Жүр, балам. Жүр дейім. Алло, Сәлем, Ферит. Гүлшен, не бітірдің? Экремнен хабар алдың ба? Желіде жоқ, нөмірін қоспапты. Бірақ қыздарына хабарласатынына сенімдіміз. Түптеп келгенде сыбайлас қой. Міндетті түрде хабарласады. Жарайды, жақсы. Қыздардың телефондары міндетті түрде тыңдаңдар. Жарай ма? Оны реттейміз, уайымдама. Жарайды. Гүлшен, тыңда. Мені бар өзгерістен хабардар етіп отыр. Келістік пе? Кездескенше. Бар шаруа маған қалды. Алсаңшы. Абонент Желден тыс. Хаки, қазір телефон өшіретін кезбет. Қойшы енді. Қайда жүргеніңізді кім білсін? Ләйля келді. Ләйля? Не болды?
Бірдеңе болды ма? Ләйла, бірдеңе болды ма? Әкеме бірдеңе болды ма? Әпке жоқ, болды, бәрі дұрыс. Мехмет жүзігін шешті. Бетіне лақтырып жіберді. Шешесі бір жағынан қорлады, екінші жағынан көршілері. Әпкеме масқара болдым, қатты ұялдым. Ай, сіңілім, мән берме, қамыға берме. Мехмет пен Мыстан шешесімен өмір сүрейін деп педің, Құдай үшін жаман болды ма? Құтылдың ғой, саған күйеу табылмай қалып. Әпке, бар уайымым сол деймісің? Бар уайымым күйеу табу деймісің? Масқара болдық деймін. Бүкіл ауданға масқара болдық. Енді елдің бетіне қалай қарайым? Бұл жерде қалай тұрамыз? Сүйегімізге таңба басылды. Сіңілім, оны қоя тұрш. 2 күнде ұмытылады ғой. Мен әкемді уайымдап тұрмын. Қайда не істеп жүргенін кім білсін? Аман ба? Қандай күйде жүр екенін түсіндің бе? Мен соны ойлап тұрмын. Соны білсем ғой. Жоқ, мен білем. Әуелі бәрін реттеп, бізге сосын хабарласады. Білесің ғой, бұл анық. Жоқ. Бұлай болмайды. Халил көкеме сөйлесуім керек. Сөйлесем, оған жазықсыз екенімізді айтам. Мені қызындай көреді ғой. Түсінеді. Үстімді ауыстырып алайын. Сосын Халил көкеге барам, жарай ма? Бар, ақымақ, бар. Не өзгерер дейсің, бар. Алыңыз, нағашы, алыңыз, су ішіңіз. Нағашы, қан қысымыңыз көтеріліп кетеме деп есім шығып жүр. Ең бастысы денсаулық, ұмытпаңыз. Солай дейсің, бірақ ақшада маңызды балам. Аз нәрсеме, бүкіл алтынымнан айырылдым. Бар ақшамды соған салған едім. Табамыз дейм, нағашы. Табамыз, үмітіңізді үзбеңіз. Жоқ, тек менің алтыным ұрланды деймісің, оларды сатқан едім. Талай адамнан ақшасын алдым. Енді оларға не дейм? Олардың ақшасын қалай қайтарам? Біреуге сенсең, салдары осында екен. Айтып отырмын ғой, табамыз деймін. Уайымдамаңыз, жалғыз емессіз ғой, жаныңызда мен бармын. Ләйла, түбіме жеттің. Нағашы, халіңіз жақсы ма? Жақсы. Бүгін дәріңізді іштіңіз бе? Нағашы, қазір. Міне. Алыңыз. Ішіңіз. Дереу ішіңіз, қане, ішіңіз. Халил көке, бәрі артта қалсын. Рахмет, қызым, рахмет. Ферит, сөйлесуіміз керек. Жарайды, жақсы. Нағашы, мен сыртқа шығып сөйлесіп келейін, жарай ма? Тез келем. Жоқ, Гүлшен, нағашымның халі нашар. Өтінем, бірдеңе таптық деші. Экремді іздеп жүрміз, комиссар. Барып жүрген жерлерінен қарадық, бірақ әзірге іс жоқ. Жоқ, Гүлшен, бұлай болмайды. Менің де бірдеңе істеуім керек. Қол қусырып отыра алмайым. Түсінші. Не ойлағаның бар? Мен де бұл іске қосылам. Жүр, бөлімшеге барайық. Бұл іспен өзім айналысқым келеді. Жарай ма? Жарайды, түсінікті. Айтпақшы, іздеу салынды. Қыздардың телефоны тыңдалып жатыр. Керемет. Бір жаңалық бар ма, балам? Нағашы, маған біраз уақыт беріңіз. Өтінем. Сізге айттым ғой, бәрін өзім шешем. Нағашы, бүгін әділдік жаршысы болып жүргенім, лайықты қызмет атқарып жүргенім тек сіздің арқаңыз. Мұрсат беріңіз, қызметімді атқарайын. Әділдік орнатайын. Маған сеніңіз. Енді басқармаға барып келем, жарай ма? Бірдеңе болса хабар берем. Жарайды, балам, жарайды. Күтініп жүріңіз. Жақсы. Қане кездескенше, дәріңізді ішіңіз, жарай ма? Жарайды, абайлап жүр. Каран, болсаң шенді. Айт, басқа бірдеңе болған анық. Жан, қалай айтарымды білмей отырмын. Мұны қалай айтам? Жығылған үстіне жұдырық деген. Құдырет апама? Бірдеңе деді ме? Деді. Үйленесің деді. Не? Үйленген несі? Не болып жатыр? Жеңгеме, сен маған үйленгенімді қалайды. Салттарың сондай ғой, е?
Бұл жаман болды. Бұған мен де бөгет жасай алмайым. Челик хандары мен салттары. Бұған кім қарсы шығылады дейсің? Не істемек ойың бар? Ойыңда не бар? Ойымда не бар екенін білесің бе? Мезгілсіз кеткен ағам бар. Оның жоқтығы жан төзгісіз қайғысы бар. Сосын оның жастай жанын алғандар бар. Сол қаншерлерге деген кегім бар, жек көрініш бар. Менің ойымда бар осы. Тек осы бар. Мен бұл жағдайда не ойлай алам? Басқа не ойлай алам? Өзің айтшы. Мен сені өте жақсы түсінем. Жоқ, түсінбейсің. Жан сөзіме сен, мұны тіпті сен де түсінбейсің. Анашым, сіздің қамыққаныңызды көрсем, қатты қынжылам. Әлде бірдеңе болды ма? Жоқ, қызым. Ара-тұра көз алдыма Салихымның бейнесі келеді. Ойға шомып кетем. Жарайды. Каранмен сөйлестім. Оған салтымыздың қандай екенін айттым. Әрине мұндайды күтпеді. Таң қалды, аздап ашуланды. Бірақ ойлана келе, ол да бұған келіседі. Қазір қайғырып жүр ғой. Әрі салттан аттай алмаймыз. Менің ұлым аттамайды. Әрине, анашым. Әулеттің үлкендерін тыңдап, салттан аттамаймыз. Бәріміз салтты сақтауға міндеттіміз. Ештеңеге тиіспепті ғой. Аштан өледі, көресің. Жап-жас Салих мырзаның түбіне жетті. Қалай аспатады? Мұнда тағы қанша ұстайды екен? Орхан, сен бірдеңе білесің бе? Білмеймін. Білгімде келмейді. Челик хандар ненің дұрыс екенін біледі. Қанша уақыт қалады десе, сонша уақыт қалады. Оның рас солай ғой. Ай, қайдан білейін. Аштықтан, үрейден ауырып қалып бірдеңеге ұшырайма деп қорқам. Арам қатсын. Өлмесе одан ары. Сол қойма қабіріне айналсын. Шынаяқтарды әкелдім. Андағы жерге қоя сал, өзім жуам. Мынаны ал. Үйден шыққанда көшедегі ит құсқа берерсің. Сауап қой. Ит құс бұршақ жейді деймісің, Надира әпке? Неге жемейді екен Орхан? Құдай үшін. Жануарлар аш емес пе? Бір стақан су, бір тәрелке тамақ. Олар жемесе құмырсқалар жейді. Жақсы, олар әлгі қыздан жақсы ғой. Қане. Жейлан әпке? Мұнда не істеп жүрсің? Ай, сен елар емеспін. Олар сен жайлы айтқан ба? Айша, тым болмаса сен маған сенші. Өтінем. Не болып жатқанын айтшы. Неге бұл жердесің? Сені мұнда кім қамады? Каран. Басымызға келген жайттарға мені кінәлайды. Бірақ менің еш кінәм жоқ, Айша. Үлкен бір түсінбестік болды. Қатты қамықтым, қатты. Каран мені тыңдамайды. Оған жазықсыз екенімді түсіндіре алмадым. Мені ешкім тыңдамайды, ешкім. Жейлан әпке, олар сені кісі өлтіруші дейді. Бұл рас па? Айша, сен мұнда не істеп жүрсің, а? Мұнда келуге болмайды деп сонша рет айтылды емес пе? Шық сыртқа, жылдам. Саған жеміс әкелдім. Нәр татпай жүрсің. Білем. Тым болмаса жеміс ше.
Мұстафа! Не тындырдың? Бір өзгеріс бар ма? Кім келіп, кім кетті? Жайлан ше? Жоқ, әке. Бәрі кіріп шығып жүр, Жайлан жоқ. Бұлар райынан қайтпайды. Жайланды сыртқа аттап басқызбайды. Әке, бұлай болмайды. Баса көктеп кіріп, қызды алып шығайық. Болмайды, балам, болмайды. Жағдай ушығып кетеді. Арызданулары мүмкін. Іске полиция араласады. Бедой ештеңе естімеуі тиіс. Тоқтай тұр. Не істеу керектігін білем. Сәл күте тұрайық. Қане Гонжа, жауап берсеңші. Дайындалуым керек. Дайындалуым керек. Нені ұмыттым? Ацетон. Ацетонымды ұмыттым. Әкемнің жоспары бар анық. Бір жоспары бар анық. Ай, опадалапсыз өмір сүре алмайым. Сен тағылуы тиіс қолыңа қына жақпақшы болдық. Бұл жерге қай бетіңмен келдің арсыз? Мехмет, мен де ештеңе істемедім. Надан неме, жоғалт көзіңді. Кет! Жоқ, болмайды. Бұл қара дақты кетіруім керек. Халил көкенің мен туралы не ойлағанын кім білсін? Бар, онымен сөйлесуім керек. Алло? Әйтеуір біреуің тұтқан алдыңдар-ау. Әке? Қайдасыз, әке? Айтып жүргендері рас па? Өтірік деңіз, өтінем, өтірік айтады деңіз, жала жапты деңіз, өтінем, әке. Өйтпейм, сен түсіндің. Мен тонадым, сөзді көбейтті. Не деп тұрсыз, әке? Қызым, енді қайтем. Бұл арыс болды ғой. Телефонды Гонжаға берші, онымен сөйлесуім керек. Қане? Не деп тұрғаныңызды түсінесіз бе? Бізді қандай күйге түсіргеніңізді білесіз бе? Менің атастыруым бұзылды, Мехмет жүзігін лақтырып кетті. Көрші қоланға масқара болдық. Біздің абыройымыз, намысымыз бар еді. Ал сіз намысымызды таптап кетіп қалдыңыз. Әй, қандай рахмет жоқ қызсың. Мен бәріміздің өмірімізді құтқару үшін жанымды пида етіп жүрмін. Ал сен не деп тұрсың? Әке, жалынам, әке. Райыңыздан қайтыңыз, жарай ма? Кеш қалмай тұрғанда қайтыңыз. Қайтыңыз, алтынның қайда екенін айтыңыз. Сөйлес, Халил көкемен де сөйлесем, ол сізді кеш. Ай, сені тыңдап тұрам ба? Әке. Алло? Алло? Ай, Ләйлә, қоя салыпты ғой. Аузың бір жабылмайды екен, үніңді өшіш. Не дегісі келгенін кім білсін? Құртбеккар. Тым ерте қоя салды. Іске аспады. Өкінішке орай, комиссар. Не ойың бар? Әңгімелерін естідің ғой. Білмеймін, Гүлшен. Бірдеңе деуге әлі тым ерте. Маған қыз бәрінен бейхабар секілді көрінді. Бәрібір мұқият болайық, Гүлшен. Ештеңеге сенімді емеспін. Бәлкім тыңдалатынын біліп, осылай сөйлескен шығар. Иә, ол да мүмкін. Ең бастысы Екремді табу керек. Соған сәйкес әрекет етейік. Онда қызына қоңырау шалғанын күтеміз, комиссар. Басқа амалымыз жоқ. Мен оны қайдан іздеу керегін жақсы білем. Зарлап аузың жабылмайды екен, Ләйлә. Тым болмаса бірдеңе сұрамадың ба? Бір сәт үнсіз қала алмайсың. Маған берсең, оның қайда екенін ендігі біліп алар едім. Қараш өзін, әкем мүмкіндік тауып, хабарласып ет, аузын аштырмай қойдың. Бәрекелді. Енді қашан хабарласатынын кім білсін? Қашан хабарласатынын кім білсін? Мен істедім деді. Өз аузымен айтты, мойындады. Әкеміз туған, әкеміз ұры болды. Қызы жұмыс істейтін дүкенде тонады. Бұған сенесің бе, әпке? Иә, несі бар? Ұрласа ұрлапты. Мұны сен екеуміз үшін істеді. Бізді осы жоқшылықтан құтқару үшін істеді. Бізді ойласа солай істермеді. Енді не болды? Өз ұры, ал біз ұрының қызы деген атаққа қалдық. Енді не болады? Біз ел алдына қалай шығамыз? Жоқ, бұлай болмайды. Мен Халил көкеге барам, онымен сөйлесем, оған жазықсыз екенімізді айтам. Байқұс кісі, қатты қамыққан шығар. Бар, табылған ақыл, бар. Сіңілім, ол сені тыңдайды деймісің? Жүзіңе қарайды деймісің? Ол сенің бетіңе түкіреді, білесің бе? Әй, саған бірдеңе айтайын ба? Бар, енді бетіңе сол түкірсін, сонда ғана жаның жай табатын шығар, бар. Әпке, менің ешкінәм жоқ қой. Теттей ақылың болса, әкеммен сөйлесіп, алтынның қайда екенін білер едің.
Қош келдің, Каран. Қош көрдік, жеңге. Халің жақсы ма? Қалай жақсы болам, Каран. Халім нашар. Қай жерге қарасам да, Салихымның ізін көрем. Білем, ешкімге де оңай емес. Бірақ мен қиналып кеттім, Каран. Әрі Салихымның жоқтығына, әрі осылай қорғансыз қалғаныма жаным қатты ауырады, Каран, қатты. Қорғансыз дегенің не? Біз бармыз ғой. Қара, бәріміз осындамыз. Шынымен осындасың ба, Каран? Я, осындамын. Мен бармын, апам бар. Бәріміз осындамыз, жаныңдамыз. Челикхандар отбасыны қастерлейді. Біз қайғырған кезде бір-бірімізді жұбатамыз. Оның үстіне сен ағамның аманатысың. Иә, аманатпын. Бірақ салттың аманатқа қатысты не дейтіні белгілі. Апамның салтқа қатысты ойы да. Негізі оныкі де жөн. Осындай тек дәулеттің басына түскен қайғыға мойымай, бір-біріне демеу болуына салттың қосқан үлесі зор. Бірақ әлі ештеңе білмеймін, Каран. Ары қарай не болады? Не істейміз? Халімізге қараш. Өз үкімін күткен тағдыр тұтқындаймыз. Өзегім өртенет, Каран. Өзегім өртенет. Уайымдап жүрмін. Қорқып жүрмін. Бірақ қорыққаннан не пайда? Салттың заңы белгілі ғой. Бар, сіңілім, ол сені тыңдайды деймісің? Жүзіңе қарайды деймісің? Ол адам сенің бетіңе түкіреді. Бар, түкірсін. Сонда ғана жаның жай табатын шығар. Бар, мен сені тоқтатпаймын. Халил көке. Бұл жерге қай бетіңмен келдің, ұялмайсың ба? Халил көке, мен тыңдаңызшы, жалынам, тыңдаңызшы, өтінем. Нені тыңдайын? Әкең екеуің бірігіп бар дүниемді қалай тонағандарыңды айтасың ба? Жоқ, олай істеген жоқпыз. Мен білген жоқпын, әкемді түлен түртіп күнә істеп дүкен тонапты. Бірақ әпкем екеуміздің жазығымыз жоқ, шынымен жазықсызбыз. Халил көке, өтінем. Маған көке деме. Адам көкесін осылай істей ме? Сені қызымдай көрдім, сендім, қолдадым. Айтқан рахметің осы ма? Әкең екеуің бірігіп алтындарымды ұрладыңдар. Халил көке, мен онда ештеңе істеген жоқпын. Ұялсаң нетті? Халил көке, біз ештеңе істеген жоқпыз, рас айтам. Ұялмайсың ба? Бұлар топ қой, топ. Тиісті жазаларын алсын. Көресіні көрсін. Арсыздар, бұларды түрмеге тығып бәрімізді құтқарсын. Мен ештеңе істемедім. Ләйла Қарамысасыз ба? Иә, менмін. Бізбен бірге бөлімшеге баруыңыз керек. Бірақ не үшін? Түсінік бердім ғой. Сөзді көбейтпеңіз, өтінем. Бөлімшеге барғанда бәрін естисіз. Қалайша? Жүріңіз. Істеген ісіңнің не жағдайға себепкер болғанын білсең, мені өлтірші деп жалынар едің. Мен ештеңе істеген жоқпын. Жетер, теріске шығара берме. Тыңда, сені мұнда ақылға келсін, жалғыз қалсын деп әкелдім. Бірақ бұның кәдеге аспағаны анық. Каран, болған жайтты ойлаумен күнім өтіп жатыр.
Мен жазықсызбын, маған сенші. Ендігер жазықсызбын деме. Сен жазықтының нақ өзсің. Бәріне сен кінәлісің. Бәріне. Болды бітті. Бүгін бәрін мойындайсың. Оқтың ба? Жүр. Каран! Жүр. Каран, мені қайда апарасың? Каран! Бұл іс саған қалды, Мұстафа. Ішке кір де, қызды алып кет. Бұл іс осымен бітсін. Бұл қыз қайда кетті? Мына жерге қол қойыңыз. Әрине. Болды ғой, кете берейін бе? Жоқ, сізді біраз уақыт бақылауда ұстаймыз. Қалай? Бірақ мен бар білгенімді айттым ғой. Мені бұлай түрмеге қамай алмайсыз. Бұған хақыңыз жоқ. Ханым, өтінем. Тынышталыңыз. Сізді шақырған себебіміз бас күдікті әкеңіз Екрем Қарамұсамен телефонмен сөйлестіңіз. Сондықтан сізді тергейміз. Тергеу басталғанша ана жерде күтіңіз, өтінем. Әрине, өтінем, әпкеме қоңырау шалсам бола ма? Бастықтан сұрап көрейін. Сәл күтіңіз. Жарайды. Көрдім, қызды әкеліпті, комиссар. Жақсы, керемет. Сенімдісің бе? Соңғы рет сұрап тұрмын. Әріптесің ретінде емес, досың ретінде айтып тұрмын. Бұл ісің дұрыс емес. Егер бұл әшкере болса, басың бәлеге қалады. Гүлшен, еш алаңдама. Бәрін ойластырдым. Жарай ма? Өзің біл, тек кейін айтпадың деп жүрме. Кір. Үндеме. Офицер мырза. Кір, үндеме. Офицер мырза. Офицер мырза. Кір. Телефонмен сөйлесу қылмыс емес қой. Яғни болмауы тиіс. Тек телефонмен сөйлесті екен деп мені қамай алмайсыз. Бұған хақыңыз жоқ. Иә, бірақ сен қашқынмен сөйлестің. Бар орның отыр. Бар. Жоқ, бұлай істеуге болмайды. Мен ештеңе істемедім. Офицер мырза, менің еш кінәм жоқ деймін. Сенің үшін. Бұл әділетсіздік. Бұл әділетсіздік қой. Мен ештеңе істемедім. Әділетсіздік қой. Бұл әділетсіздік. Я, офицер мырза, мен куәлігімді жоғалтып алдым. Ал қазір оқиға орнынан тауыпсыздар. Айтыңызшы, менің қандай кінәм бар? Сенің еш кінәң жоқ. Онда не бол? Қане кір. Сен? Мен бе? Ал сен ше? Мені онсыз да жазықты ұры деп ойлаушың. Ал өзің мұнда не істеп жүрсің? Тыңда, сен мен әуре болар шамам жоқ. Онсыз да әділетсіздікке ұшырадым. Офицер мырза, бері келіңізші, сізге бірден айтам. Офицер мырза! Айғайлама. Олар сенің не айтатыныңды біледі. Сондықтан келмейді. Не айтады екем? Мен жазықсызбын. Мені бұл жерден шығарыңыздар. Болды, ашуланба. Түптеп келгенде мен де солай дедім. Мені де шығармады. Бірақ мен шынымен жазықсызбын. Орхан бақта біреу жүр. Қоқыс тастап жатып көріп қалдым. Не деп тұрсың? Сыртта біреу жүр. Жарайды. Осында қал, ешқайда шығушы болма. Сәл тыныштал.
Әй, өтінем, ысқыра бермеш. Басым ауырып кетті. Өтінем. Өтінем. Әрі сен қалай жайбарақат жүрсің? Өйткені жазықсызбын. Ал өзің неге сонша қобалжисың? Себебі әділетсіздікке ұшырадым. Ал. Ал. Рахмет. Айтпақшы, егер айтқың келсе, құлағым сенде. Әйтпесе, бұл жерде уақыт өтпей қояды. Сеніңше, мен бұл жерден қашан шығам? Білмеймін ғой. Өйткені не істегеніңді білмеймін. Білсем, бәлкім айтар едім. Мейлі. Мейлі өзің біл. Егер айтқың келсе, ана жерде болам. Түз көліктен. Жүр. Каран, не болып жатыр? Қайда барамыз? Қара, өз көзіңмен көр. Сен жанын алған жазықсыз ағам осында, қара топырақтың астында. Бұл топырақ кепкенше, маған бар шындықты айтасың. Айттым. Бәрін айттым ғой, Каран. Неге өлтірдің, а? Неге өлтірдің? Ағам жан беретіндей не істеді? Ағам саған не істеп қойды? Титтей адамгершілігің болса, кінәңді мойында. Білгенімнің бәрін айттым ғой. Жоқ. Жоқ, айтпадың. Әлі жасырып жүрсің. Шындықты әлі жасырып жүрсің. Айт. Қара, айналаңа қара. Айналаңа қара. Бұл жердегілер айта алмайды. Сөйлей алмайды. Бар білетін сырларымен жерленді. Ал сен шындықты білесің. Біле тұра айтпайсың. Мүмкіндігің бар кезде айт. Кінәңді мойында. Мені де бұл азаптан құтқар. Мен өлтірмедім. Өтінем, жалынам, сенші маған. Қандай адамсың өзі? Ар-ұяттан жұрдайсың ба? А? Жарайды, заңнан қаштың делік. Мейлі, менен қаштың делік. Өз-өзіңнен қалай қашасың? Мұнымен қалай өмір сүресің? Айнаға қалай қарайсың? Бұлдақ қолыңнан, арыңнан қалай кетеді? Өкінішті. Лағнет атсын. Сенімен танысқан күнді. Әй қыз, не шырайын аласың, не ана бұрышта жылайсың? Саған айттым ғой. Әйтпесе бұл жерде уақыт өтпейді. Кешірім өтінем. Мұндай жерге келіп үйренбегем. Не істеу керегін білмеймін. Қолымнан бар келгені осы. Жарайды. Сөйлес, айтып бер. Бұл да бір тәсіл. Өзің де жеңілдеп қаласың. Уақыт та өтеді. Білесің бе? Сені сол күні көрдім.
ауданда. Меніңше, сенің ұялатын жөнің жоқ. Яғни, сенің әлгі жігітің ұялуы тиіс. Сонша адамның көзінше мұндай жайтқа қалайша жол бердің? Адам сүйген әйеліне қалайша сенбейді? Түсінсем бұйырмасын. Мен де. Негізі, сол күні саған көмектескім келген. Бірақ сен асығыс-үсігіс кетіп қалдың. Маған неге көмектескің келді? Өйткені мен сенің жазықсыз екеніңе, мұның үлкен түсінбестік екеніне сенем. Әйтеуір, солай сезем. Көп рахмет. Бірақ мені танымайсың да ғой. Қойшы енді, көз таныс болып қалдық қой, солай емес пе? Яғни, мені тергедің, дүкеннен асықтырып қуып шықтың, киім-кешегімді сөз еттің. Солай ма? Меніңше бұл аз нәрсе емес. Бірақ әрине, бәрін басынан бастағың келсе, мен Феритпін. Ал мен Ләйләмін. Қалай ойлап ең? Бәрімізді алдап жеке жайға емін-еркін кіріп шығам дедің бе? Болды. Маған тапсыр. Әкең саған айтпап беді. Үйіме рұқсатсыз кірген адам қайта шыға алмайды. Не істейін? Полиция шақырамыз ба? Қазір болмайды. Қыз жоғалып кеткен кезде бұл іске полицияны араластыра алмаймыз. Онда мұнаны бір жерге қамайық. Тым болмаса, Карам мырза келгенше үйде күтсін. Каранға не айтамыз? Қыздың үйде жоқ екенін Каранға қалай айтамыз? Қарындасыма не істедіңдер? Қарындасым қайда? Оның бір тал шашы түссе. Тыныш. Тыныш, өшір үніңді. Енді аузыңды ашсаң, миыңды шашып жіберем. Ханым, полиция шақырайық. Жейлан үйде жоқ. Бұл үйге келді. Баса көктеп кірген болып саналады. Яғни полицияның алдында мүлде ақтала алмайды. Бұл біз үшін үлкен мүмкіндік. Әкел бері. Тыңдап тұрмын, Таяр. Қайдасың? Жарайды. Орханды жіберем. Әкесі күшігін әкетуге келіпті. Ертіп кел. Сағат қанша болды екен? Өз сағатыңнан көрсең болады. Мынау ма? Жоқ, бұл істемейді. Отбасылық жәдігер. Нақтырақ айтқанда, әкемнен қалған естелік. Аса қадірлі. Мен ішке кіргенде бар затымды алып қойды. Мұнда зат кіргізуге болмайды екен. Сенің сағатыңды қалай алмаған? Соны түсінбедім. Білмеймін, қарасаңшы, менің де бар затымды алды. Ұмытып кеткен шығар. Саған бірден айтайын ба? Ұмытқандары жақсы болды. Егер алуға тырысса, үлкен шу шығарар едім. Айттым ғой, әкемнен қалған естелік. Әкең қайтыс болған ба? Жастай айырылып қалдым. Мұны тек басынан өткергендер түсінеді. Қайғыңа ортақпын. Рахмет. Ал сенікі ше? Сенің әкең тірі ме? Иә, тірі. Тірі. Жолың болған екен. Тексіз. Тексіз әкең де келді. Құдірет, мұның тым ят. Үйіме кіруге қалай дәтің барды? Мына бейшара ұлыңа сенесің бе? Бізге соны жібердің бе? Соншалықты дәрменсізсің бе? Шамаң жетсе тіке маған кел. Не істесең де өзің істе. Бірақ қолыңнан келушім еді. Керваншы оғыл емессіңдер ме? Бәріңнің қаның бұзық.
Мұны мен істемедім. Балам өзі келіп, бір ақмақтық жасапты. Енді сен үлкендік жаса. Қалай келсек, солай кетейік, Құдірет. Ханымым, бұларды жібермейік. Полиция шақырайық. Олыңды ал да үйімнен тайып тұр. Ендігәрі жолымды кесуші болма. Орхан. Таяр. Келесі жолы босатпаймын да. Полиция да шақырмайым. Жүр. Полиция шақыра алмас еді, Орхан. Қыздың қайда екені, нендей күйде екені белгісіз. Оның үстіне қараңға ескертпестен өйт алмас едік. Бірақ бір нәрсеге көзіміз жетті. Қыз отбасының жанында емес. Дегеніңіз болсын, ханым. Ешкімім жоқ еді. Мені нағашым өсірді. Нағашымның арқасында ешқашан өзімді қорғансыз сезінбедім. Ешқашан. Оған қарыздармын. Бірақ нағашымды қанша жақсы көрсем де, әкемнің жоқтығы білінетін. Орнын ешкім толтыра алмады. Бірақ қандай жақсы. Оны сағынышпен жақсы көріп еске алып тұрсың. Әкеңнен қалған естелікті мақтанышпен тағып жүрсің. Меніңше жолың болған. Ал сен ше, әкеңді жақсы көрмейсің бе? Олай демей қояйын. Ол бізді жақсы көрмейді. Мұнда соның кесірінен түстім. Тоқтай тұршы, бұл істі басынан айтып берші. Сен көрген оқиға бар ғой. Иә. Соған әкем себепкер болды. Қалай сонда? Әкем мен жұмыс дейтін зергерлік дүкенін тонады. Сосын алтындарды алып жоғалып кетті. Күйеу жігітім, дос дұшпан, бүкіл ауданға масқара болдым. Бірақ бәрінен де неге қамағатынымды білесің бе? Мен істейтін дүкеннің иесі Халил көке. Ол сондай жақсы кісі. Мұндайға лайық емес. Оның алдында ұятқа қалдым. Қатты ұялам. Әкемнің кесірінен оның басы пәлеге қалды. Оған не болғанын түсіндіре алмадым. Бар шындықты айта алмадым. Әпкем екеуміздің жазықсыз екенімізді, бұл іске қатысымыз жоқ екенін түсіндіре алмадым. Қазір осында тұрғанымның жалғыз себебі әкеммен телефонмен сөйлескенім. Менің бар хикаям осы. Енді мені жақсырақ түсіндің бе? Негізі аса көңілді хикая емес екен. Иә. Бірақ қорықпа, меніңше әкең ұсталған кезде сен де ақталасың. Ең бастысы тезірек қолға түссе болды. Әрі қайда қашар дейсің? Осы оқиға болғалы бері әкем еш жерде жоқ. Білмеймін. Яғни ойлап көрші, түптеп келгенде сен оның қызысың. Оны бәрінен жақсы білесің. Біздің туыстарымыз аса көп емес. Білмеймін ғой. Әкеңнің ашуланғанда, немесе көңілі құлазығанда баратын жері, немесе достары дегендей ешкімі жоқ па? Жоқ. Негізі бір жер бар. Қандай? Қай жер? Чаталжадағы бір қыстақ. Әкем мені бала күнімде апаратын. Өте әдемі қыстақ. Әпкем екеуміз бақта ойнайтынбыз. Керемет кездер еді. 2 қабатты бағы бар. Әдемі үй еді.
жүр. Қара, мұқият қара. Бұл жер есіңе түсті ме? Қара. Бәрі сені нұсқап тұр. Саусақ іздері. Ағамның өлер алдында сені нұсқап көрсеткені. Қанды пышақ. Тыңда, бәрі сені нұсқап тұр. Бәрі сені нұсқап тұр. Неге? Ағамды неге өлтірдің? Неге? Айт. Айт, өтінем айтшы. Айт. Мен істеген жоқпын. Мен өлтірмедім. Не маған сен? Не мені тап осында өлтір? Бұл азап бітсін. Зәйтүн ағаштары бар еді. Сосын Құтты болсын. Жолың болды. Қанеке шығасың. Ұры кінәсін мойындады. Боссың. Қара, саған айтқанмын. Егер шынымен жазықсыз болсаң, бәрі анықталады. Ал, кездескенше. тоқташы. Рахмет. Рахмет. Жүр бауырым. Бәрін естідің ғой, я? Үйді сипаттауға қалай көндірдің десеңші. Тыңдау құрылғысы табылған ақыл болды. Әрі топтарды Чаталжаға жолдап та қойдым, комиссар. Тамаша, жарайсың. Бірақ ойымнан бірдеңе кетпей қойды. Бұл қыз әкесінің жасырынған жерін айтты. Егер сыбайласы болса, мұны айтып қайтеді. Шынымен бас қатырарлық жайт. Мейлі, бірақ мені ерте шығара салды. Тағы кішкене қалсам көбірек мәлімет алар едім. Мәжбүр болдым. Өйткені комиссар, бастық сені көріп қойып, маған қатты ашуланды. Бізді кабинетінде күтіп отыр. Сіңілім қайда? Осында кеткен еді. Бірнеше сағаттан бері хабар ала алмадым. Ол қайда? Егер бір бәлеге ұшыраған болса, сені бар ғой. Бұл жерге қай бетіңмен келдің, ұятсыз отбасыларыңмен басыма пәле болдыңдар. Бәле болған нес? Сіңлімнің еңбегі деп ойла. Қызды сонша жыл күн құсатып жұмсадың. Ләйләжан, қызым Ләйләжан қолыңнан келет деп жүріп, қыздың төбесіне шықтың. Күнімен түн ауысып, түкке тұрғысыз дүкеніңді тазалаумен болды. Қара, мені кінәлап қояды. Неткен арсыз едіңдер. Өзім ақмақпын, сендерді тани алмаппын. Мен Ләйләға ұқсамайым. Сенің түбіңе жетем. Өзің сондайсың, пайда күнем. Әкесінен алмай қалды. Бәріңді қарғыс атсын. Шық дүкенімнен. Жоғал! Не деп тұрсың, а? Шық деймін. Шықпайым. Шықпайым. Шық деймін, жоғал. Тиіспе маған. Жоғал. Тиіспе маған. Кет. Қарғыс атсын сені. Жоғал. Қарғыс атсын, әпке. Ләйлә, қайда жүрсің? Ләйлә, қайда жүрсің, а? Мен бөлімшеде болдым, түсінік бердім. Сосын мені тергеді. Тіпті камерада күттім. Білесің бе? Неге? Мына адам үстіңнен арызданып па? Бері қара. Әпке. Бер қара. Осының бәрі сенің кесіріңнен болды. Бұл істі қалай істесең дәл солай тазалайсың. Әкеңді тауып, алтындарымды қайтарып бересің. Мен ештеңе істемедім ғой. Ләйлә болды. Алло, құттықтаймын ағашы, екірем ұсталды. Демек ұсталды де. Аллаға шүкір, арсы зоры, ақыры ұсталған екен ғой, я? Ләйлә, әкем. Жарайды. Не жарайды? Семаға үйленем. Ағамның аманатына қиянат жасамайым. Қалай? Естідіңіз ғой. Біліп едім. Сема! Қызым, Сема! Анашым, не болды? Әлде жайланатты сайтаннан құтылдық па? Әйтеуір құтылдық.
Әрі, отбасымызға тыныштық әкелетін басқа жақсы жаңалығым да бар. Қанешір. Қандай жаңалық, апа? Караным жерге қаратпады. Үйленуге келісті. Салтымыздан аттамайды. Саған үйленеді. Бәрі де реттеледі. Бәрі. Салихымды қайтара алмайым. Бірақ аманатына қорған боламыз. Салтымызды сақтаймыз. Бірге еңсереміз, қызым. Бұйырса, анашым, бұйырса. Бұл некені қиып, тек салтты сақтаумен шектелмейсіңдер. Караным екеуің маған немере сүйгізесіңдер. Сол сәтті асыға күтем. Түсініктемеңе бірдеңе қосқың келе ме? Жоқ. Жарайды, мынаны оқып қолыңды қой. Қазір келем. Әкешім, халіңіз жақсы ма? Қанеки, бар сырыңды айт. Қалай болушы едім, қызым? Халім нашар. Қатты өкінем, қызым. Түлен түртті, амал нешік. Ойланып толғана келе. Үлкен ағаттық істеппін деп шештім. Ай, әкешім. Тыңда, енді берілгелі келе жатқанда полиция шап беріп ұстап алды. Әке, алтынның қайда екенін айтуыңыз керек. Оларды Халил көкеге қайтаруымыз керек. Яки, алтын қайда? Сұрама Лейла, қызым, сұрама. Жоғалды, алтындар жоғалды. Жоқ. Өртеніп, күлге айналды. Жоқ. Алтын жоқ деген несі? Алтын қалай жоғалды? Өзінде білмеймін. Алтынды бір ағаштың түбіне көмгем. Сенімді жер. Ешкімнің ойына келмейді деп ойладым. Ұсталған соң полицияға қайда екенін көрсетпекші болдым. Қазып қарасақ, бос демек. Біреу тауып алған ғой. Біреу тауып алған несі, әке? Алтын қайда? Жоқ дейм. Біз енді не істейміз? Қалай ойлайсың, комиссар? Сеніңше Экрем рас айтып отыр ма? Айтушы ма еді? Көрмейсің бе, бұл адам Суайттың нақ өзі. Ал қыздар ше? Ләйлә әкесіне қатты ашулы сияқты. Солай ма? Білмеймін, Гүлшен. Не бұл қыздар тым ақылды, әрі қатыгез. Немесе шынымен жазықсыз. Іштей сезем, бұл қыздың да қатысы бар сияқты. Бірақ бір жағынан... Жарайды. Шындықты анықтау үшін бізге бұлтартпас дәлел керек. Мен оңай берілмеймін. Егер бұл қыздардың қатысы бар болса, нағашыма істеген істер үшін жауап беретін болады. Көресің. Ең әуелі Ләйләнің бетпердесін шешем. Көліктен түс. Мені неге сол жерде өлтірмедің? Кархан мырза! Тыңдап тұрмын. Сіз кімсіз? Бұл жерге қалай кірдіңіз? Айтып берейін. Бүгін сізге бәрін айтып берем. Бірақ ең әуелі қайғыңызға ортақпын. Қайдан білдіңіз? Мен Мелкеммін. Сіз мені танымайсыз. Бірақ мен сіз жайлы көп естідім. Ал сіз Жейлан ханым шығарсыз. Салих сіз жайлы көп айтты. Айтқанындай сұлу екенсіз. Өте әдемі жұп екенсіздер.
Басымызға бұл бәле келмесе, ендігі үйленіп алар едіңіз, е? Ханым, ағамды қайдан танитыныңызды әлі айтпадыңыз. Бірдеңе өтінсем бола ма? Салихтың қайтыс болғанын қызым білмейді. Бұл жағдайды естімесін. Өйткені Салих менің қызымның әкесі. Ал менің бұл өмірдегі жалғыз ғашығым еді. Қайдағы ғашық, қайдағы қыз, сіз не деп тұрсыз, ханым? Сізге не керек өзі? Қызымның өз отбасы болғанын қалайым. Оны көкесі мен жеңгесіне аманат еткім келеді. Қызымды, Әлияны сіздерге аманат етуге келдім. Өйткені бұл өмірде Салихтан басқа ешкімім жоқ еді. Енді өзі де жоқ. Қызымның жалғыз туысы сізсіз. Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы. 2025 жыл.